6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Хайди. Көңілдерге жүретін жарқын ойнап күлетін Хайди. Мекен әлбі жотасы, мақтанышы атасы Хайди. Хайди, айналайын еркем Хайди. Ерке тоты көркем тәтті қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Қысқы кеш мерекесі жақындағанда, Хайди мен Клара Сисман мырзамен таныстыратын бикешті іздеді. Мына ханыммен сөйлесейік. Бойсын, ақсары және билей алады. Боулингке бикеш қой. Ханым мен мырза бір-бір ұнатып қалсын деп, құрбылар сиқыршыға барды. Қыздар бұл ойларын Сисман мырзаға айтқанда, ол Элизабет атты ханымды ұнататынын мойындады. Танысқаныма қуаныштымын, Клара. Некелесу рәсімі. Қане алыңдар, шоколадты тәтті нанды жеңдер қыздар. Әйтпесе өзім жеп қоям. Жегім келеді. Рахмет, Сисман мырза. Рахмет, әке. Элизабет, Рахмет, Фридрик. саған жергілікті тағамдар ұнағанына қуаныштымын. Демек, бізге ұқсайсың, Элизабет. Жарайды, сәлден кейін келем қымбаттым. Рұқсат болса әрине. Сізге тәтті нан ұнамай ма? Сыртына даршын сеуіпті. Мен даршынды ұнатпаймын. Түсінікті, өкініштақ. Жегілерін келе ме? Мен жейін. Ренжімейсің бе, Клара? Ал өзімдікін атама берем. Жақсы. Даршынды ұнатпайтынды ешкімге айтпаңдар. Бұл құпиямыз болсын. Келістік бе? Элизабет әкеме тәтті нанды ұнататын айтқан болатын. Білесің бе, мен де атама пияз сорпасы ұнайды дегенмін. Сөйттің бе? Иә, атамды ренжіткім келмеді. Түсінем. Бірақ бұл өтірік қой. Сәлем, қыздар. Сәлеметсіз бе? Сонымен, Клара, үлкен фуэтеге дайындалдың ба? Үлкен фуэте ол не? Бұл балеттегі ең әдем әрі ең күрделі қимыл. Бір аяғыңмен тұрып, бірнеше рет айналуың керек. Жылдамдық, тепе-теңдік және иілу қимыл бар. Қане көрсетші, Клара. Бір, екі, үш, төрт. Керемет. Жарайсың, Клара. Әдемі болды. Хайди дұрыс айтады. Керемет болды. Консерваторияға тапсыруға дайынсың. Рас па? Өте қуаныштымын, Клара. Арманың орындалатын болды. Әкеме айтып, оны қуантқым келеді. Иә, ал әзірге осы сабақта адажио қимылын қайталап ал. Дайынсың ба? Бір, екі, үш, төрт. Бүгін консерваторияға барам. Сені олармен кездестіру жөнде келісіп алайын. Дарынды балет бишісі болған апаң сені мақтан етер еді, Клара. Көп рахмет. Сау бол, Хайди. Сау болыңыз, Ленке бикеш. Сау болыңыз, бикеш. Күндерің жақсы өтсін, қыздар. Жүр, әкеме барайық. Саған перде ауыстырып жатырсыз ба? Элизабет бикеш айтты. Оған ескі перделер ұнаған жоқ. Қызыл перде апаман айтын. Иә, түс әдем болатын. Бірақ сәр түс одан жақсы ғой. Абайлаңдар, кешіріңдер қыздар. Ай, құмыра. Кешірім өтінем. Қорқып кеттім ғой. Бұл апамның құмырасы болатын. Қойылымнан келгенде гүлдерін осыған салатын. Осыған. Өте бағалы естелік екен. Оны сынбайтындай басқа жерге қояйын. Бұл суреттерді неге әкелдіңіз? Бұл Элизабет бикешке сыйланған суреттер. Қателеспесем, Техастағы өз үйінен әкелінген. Иә. Атамның үйіне мүлде ұқсамайды. Бірақ сонда да әдемі екен. Әкемше,
Ол қайда? Элизабет бикешпен ас үйде. Ас үйде? Онда не істеп жатыр? Тағам әзірлеп жатыр. Әкем тамақ пісірмеуші еді ғой. Өзіне ұнаған шығар. Жүр, барып көрейік. Мұнан тағы қосу керек пе? Техас тәтті наны солай әзірленеді. Көп замай америкалық жігітке айналасың. Фредерик солда жетеді. Әке, Линки бикеш маған консерваторияға тапсыруға дайынсың деді. Солай ма? Қандай керемет. Ал Фредерик, құттықтайым, Клара. Жарайсың. Бүгін қуануға тағы бір себеп табылды. Жақсы болды. Рас па? Тағы бір жаңалық бар ма? Мен... Ол қандай жаңалық айтыңызшы? Иә, біз бір маңызды шешімге келдік. Элизабет екеуміз үйленгелі жатырмыз. Үйленесіңдер ме? Әкеңмен өмір сүретіме қуаныштымын. Жақында Сисмон ханым атансам, бұл мен үшін құрмет. Құттықтаймын. Жақсы жаңалық екен. Бостанға барып керемет той рәсімін өткіземіз. Иә. Мен... Мен барып сөйлесіп келейін. Клара! Клара, кіруге бола ма, қызым? Жыламашы, Клара. Аяқ астынан бұлай болады деп ойламадым. Бұл үлкен өзгеріс екенін білемін. Әке! Қызым-ау, қызым-ау. Неге сонша мұңайдың? Маған айтқың келмей ме? Франкфурттан кеткім келмейді. Хайдимен қоштасқым келмейді. Клара, Бостонға көшпейміз. Бәрі өзгеріп кетпейді ғой, қызым. Шынымен бе? Әрине. Не болды, құрбым? Кір, Хайди. Клараға айтқанымдай, мен Элизабетке үйленем, бірақ осында тұра береміз. Клара екеуміз бұрынғыдай кездесіп тұрамыз. Иә, әрине. Жақсы, мұны үйдегілердің бәріне айтып шығуға қалай қарайсыңдар, қыздар? Бәріңіз жиналғандарыңызға рахмет. Сіздерге тамаша жаңалықты Элизабет екеуміздің үйленетінімізді хабарлаймын. Ғажап, құттықтаймын. Керемет, құттықтаймын. Рәсім осы жазда Массачусетсте өтеді. Массачусетсте ме? Иә, Элизабет тұратын жер Бостон одан қымбаттау. Қане, кітапханаға жүріңіздер. Сіздерге сызбадан көрсетейін. Қанеки. Көрейік. Не істеп жатырсыз? Бізбен бармайсыз ба? Қап, кешірші өтінем. Уайымдама, Клара. Басқасын сатып әперем. Бұдан гөрі сәнді әдемісін аласың. Жарай ма? Жөнсіз бірден айттым ба? Бұл құмыра апасынан қалған не істелік? Барып көріп келейін. Клара, қайда бара жатырсың? Клара, күте тұршы. Клара! Тұра тұршы, өтінем. Неге бұлай жүгіріп шықтың? Элизабет мұны әдейі істеді. Неге олай дейсің? Абайсызда болды ғой. Басқа біреу сындырып алуы да мүмкін еді. Үйде бәрін өзгертіп жатқан сияқты. Оған құмырада ұнамаған. Оған тәтті нанда ұнаған жоқ. Клара, Элизабет сен ойлағандай адам емес. Бірақ ол әкеңді жақсы көреді. Бастысы сол ғой. Тоқта, енді қайда кеттің? Сәлем, апа. Менің жайсыз хабарым бар. Әкем үйленгелі жатыр. Яғни, қайтадан үйленгелі жатыр. Бәрі сізді ұмыта бастаған сияқты. Бірақ мен сізді ұмытпаймын, анашым. Уәде берем. Клара, меніңше,
әкең апаңды ұмытпайды. Апамды қатты сағындым. Мен де апамды сағынамын. Бірақ білесің бе, кішкентай жұлдызым сияқты апаларымыз бізге төбеден қарап тұр. Солай шығар. Элизабет келіп бәрі өзгерді. Алайда әкеңе сенуің керек. Ол жақсы адамды таңдады. Клара, Солай деп үміттенем, Хайди. Солай деп үміттенем. А? Мәссаған, көрдің бе? Элизабет әкемнің қалтасынан ақша алды. Бұл әйелдің жақсы адам емес екенін біліп едім. тоқташ Клара, мүмкін ол жай. Ол ұра, әкеме айтуымыз керек. Элизабет ақша ұрлады деймісің? Мгм. Неге бұлай дейсің, а? Өз көзімізбен көрдік. Солай ма, Хайди? Иә, мырза, ол Амияныңыздан ақша алды. Клара, Элизабетке сол ақшаға суреттің жиектемесін ал деп мен айтқан болатын. А, Франкфуртты суретке түсіргісі келеді. шын ба? Сол үшін екен ғой. Тыңдаңдар, қыздар, адамға дәлелсіз жала жабуға болмайды. Соны біліңдер. Кешіріңіз, әке. Сізді қайда апарайын, ханым? Ниетіңе рахмет, Себастьян. Жаяу барып келем. Шығыс көшесіне барып, әпкеме сыйлық алам. Кездескенше, Себастьян. Кездескенше, ханым. Сен де естідің бе? Әпкеме сыйлық алуға барам деді. Дұрыс айтасың. Сурет жайлы ештеңе айтқан жоқ. Себастьянды ертпей, өзі кеткенде қызық. Шынымен де қызық. Басқа малмыз жоқ. Не істеп жүргенін анықтауымыз керек. Жарай. Оған тәтті нан емес, ыстық талшын айтын сияқты. Әйтеуір ештеңе білдіріп жатқан жоқ қой. Сонда мен қателесіп жүрмін бе? Мүмкін сурет жиектемесінен бұрын әпкесіне сыйлық алатын шығар. Солай ма, Клара? Қараш, Говард. О, Элизабет, сәлем. Міне, әкелдім. Рахмет. Оған әкемнің ақшасын берді. Бұл кім болды екен? Смит дәмханасынан орын алып қойдым. Сонда отырып сөйлесеміз. Келісті, Говард. Хат қалтада не бар екен? Бұл жақсы емес. Элизабет бірдеңе білдірді. Иә, біраз жер жүрдік. Сосын тәбетіміз ашылды. Элизабет үйде емес пе? Жоқ, ол қалада қалды. Неке шартына қол қою үшін заңгермен кездесеміз. Неке шартына? Иә, Элизабет екеуміздің отбасын құрғанымызды көрсететін құжат. Сол үшін. Бірдеңе болды ма? Жоқ, тек асығыс екен. Сізге мынаны Линкебекеше келді, Клара. О, балет консерваториясынан тапсыратыным жөндегі қағаз. Бұл жақсы жаңалық қой. Қашан тапсырады екенсің? Ертең, мен барып дайындалайын. Диті, бөлмеме тамақ әкеп берсе... Шынымен бе, Клара? Әрине. Иә, Эрнст, бүгінгі жағдайыңыз қалай? Күннен күнге тәуір боп білем, бірақ қалаға көбірек шыққым келеді. Асықпаңыз, Эрнст, бұл сіздің денсаулығыңызға. Клара Бикеш басқыштан құлап кетті. Не болды, айтшы? Ай, Қатты ауыра ма? енді жүре алмаймын. Аяғым жансызданып қалды. Ұратын мэр Бикеш, тезірек Бекмен дәрігер шақырып келіңіз. Қазір, мырза. Себастьян, Элизабетке айт, әзірге неке шартына қол қоймаймыз. Иә, мырза, сені бөлмеңе апарайын, қызым. Тынықып ал, қане. Сүйегі сынбаған. Сонымен дәрігер, бәрі ойдағыдай.
аяғы неге аяқ астынан жансызданып қалғанын білмеймін. Оны рентгенге түсірмесе болмайды. Рентгенге? Иә, бұл Францияда қолданылатын жаңа тәсіл. Зақым келген болса, анықтап береді. Тағы бір бұрасақ жөнделуі керек. Мінекей. Хайди, қане отырып көресің бе өтінем? Иә, ата. Осы үйде мүгедектер арбасы қайтадан болады деп ойламаппын. Иә, жөнделді. Клара тәуір болғанша оған қажет болатыны анық. Ертең балет консерваториясына тапсыратыны есіме түссе, енді қайтадан ауырып қалды. Ғылымға сенуіміз керек, Фридрик. Бұл уақытша ауру болуы мүмкін. Апасы сияқты балет бишісі болам дейтін. Арманы енді орындалайын дегенде. Себастьян, Ленке бекешке айт. Клара консерваторияға тапсыра алмайды. Иә, мырза. Аделаида, сені Клара шақырып жатыр. Қазір барам, Бекеш. Кір. Мені шақырдың ба, Клара? Иә, есікті жақсылап жапшы өтінем. Атам апаңның құмырасын желімдеді. Ішіне гүл салып қойдым, саған ұнайтын шығар. Сен жүре аласың ба? Өтінем, ақырын сөйле. Әкем сонда ғана Элизабет пен неке шартына қол қоймайды. Түсіндің бе мені? Сол үшін жүре алмай қалдым деп алдайсың ба? Әкем сенде емес пе? Мұның дұрыс емес. Бәрі сені аяп жүр. Шындықты айтуың керек, Клара. Оның үстіне консерваторияға түсе алмай қаласың. Себастьян Ленке бекешке айтады. Клара, бұлай болмайды. Өтірік айтуға болмайды. Білем, Хайди. Оны ойладым. Бірақ әкемді жақсы көрмейтін адаммен некелесуден сақтау керек болды. Сол үшін. Бұған сенімдісің бе? Иә, Хайди. Элизабеттің құпиясын біліп алшы. Көк хат қалтада не барын анықта. Сонда оның ойын әшкере қыламыз. Одан соң бәріне шынымды айтуға уәде беремін. Уәде бересің бе? Иә. Сәлем, қызым. Бір аптада Парижге барамыз. Бекмен дәрігер айтқандай аяғыңды рентгенге түсіреміз. Ей, абайлаңыз. Бірақ тұра аласың ба? Мен... Клара, Әке, мен... Кешіріңіз, бірақ басқа малым болмады. аяғың ауырғаны өтірік бе? Бізді алдадың ба сен? Элизабет кінәлі. Оған сенбедім. Сондықтан... Неге бұлай істедің, қызым? Әке, Элизабет келенгеніңізді қаламаймын. Мұның не, Клара? Енді бөлмеңнен шықпайсың. Екеуің де тынышталған соң келем. Ашуланбаш, Фридрик. Сонда не болды? Клара бізді алдапты. Ол жүре алмайым деп алдапты. Ойлап көрші өзің. Не үшін? Хади, тұра тұршы, сен Клараның жүре алатынын білдің бе? Иә. Түсінбедім. Сен де алдадың ба? Клара сіз үшін алдады. Мен үшін бе? Элизабет сізді ренжітеме деп қорқытты. Элизабет сіз берген ақшаға жиектеме алмапты. Кешіріңіз, Элизабет. Ақшаны біреуге бергеніңізді, ол адам сізге хат қалтаны бергенін көрдік. Мен оның бәрін білгем, Хади. Құпиямызды айтпау үшін солай деуге мәжбүр болдық. Құпия? Клараға құмырасын сындырып алғаным үшін тосын сый жасайын дегенмін. Мені кешіру үшін америкалық досым әйгілі балеттің соңғы билетін әперді. Сол үшін. Ол соның ақшасы болатын. Мұны Клараға айтуымыз керек. Клара? Ол қайда кетті екен? Қайда екенін білетін сияқтымын. Оңаша сөйлесіп алыңыздар. Рахмет, Хайди.
Клара. Қызым, есімді шығардың ғой. Әке, Кешірші, саған жақсылап көңіл бөлмеппін. Хайди бәрін айтты. Бір түсінбестік болыпты. Элизабет ұры емес пе? Ақша үшін жүрген адам емес пе? Жоқ, әрине. Элизабеттің жаман ойы болған жоқ, Клара. Саған бәрін түсіндірем. Оған гүл әкелгенің жақсы болды. Апаң керемет жан еді, Клара. Оны ешқашан ұмытпай. Қайтыс боларында апаң бір өтініш айтты. Жаңа отбасын құруымды өтінді. Элизабет екеуміз апаңның тілегін орындасақ дейміз. Отбасы болсақ дейміз. Сізді қатты жақсы көрем, әке. Мен де сені жақсы көрем. Сіздерді алаңдатқаным үшін кешірім сұраймын. Мені кешіріңіздер. Қызым ау. Аққу көлінің билеттері ме? Бұл сүйікті балетім. 2 билет бар. Біреуі саған, біреуі әкеңе. Рахмет, Элизабет. Оқасы жоқ. Апаңның орнын басайын демеймін. Бар болғаны, әкеңе екеуіңе бақытты өмір сыйлағым келеді. Ленке бекеш. Мазалағаным үшін кешіріңіздер. Мен Клараның халін білуге келдім. Менің халім жақсы. Бірақ түсінсем бұйырмасын. Бәрін түсіндіреміз. Білесіз бе, Элизабет, Ленке бекештің Кларамен тағы келгеніне қуаныштымын. Бірақ олар неге әлі шықпай жатыр? Бір шешімге келуге уақыт керек қой. Тапсырдым, Хайди. Жарайсың, Клара. Қандай керемет. Сені мақтан тұтамын, қызым. Өте қуаныштымын, әке. Жақсы болды, Клара. Рахмет, Элизабет. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2020 жыл.